Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін біз Қазақстанның ең қымбат футболшылары жайлы білетін боламыз. Егер сіз Q-Life арнасында алғашқы рет болсаңыз, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Жетінші орында Алматылық Қайрат футбол клубының және Қазақстан ұлттық құрамасының жартылай қорғаушысы Исламбек Қуат, құны 800 мың евро. Алтыншы орында Қайрат футбол клубының және Қазақстан ұлттық құрамасының сол қапталындағы қорғаушысы Ғафуржан Сүйінбаев, құны 800 мың евро. Бесінші орында Қазақстан ұлттық құрамасының және Астана клубының 24 жасар шабуылшысы Роман Мұртазаев, құны 1 миллион евро. Төртінші орында Қазақстан ұлттық құрамасының және Қайрат футбол клубының қақпашысы Стас Покатилов, құны 1 миллион евро. Ал үшінші орында Қазақстан ұлттық құрамасы мен Астана футбол клубының қорғаушысы Дмитрий Шомко, құны 1 миллион 200 мың евро. Ал ең қымбат екінші футболшы Қазақстан ұлттық құрамасы және Астана футбол клубының қорғаушысы Юрий Логвиненко, құны 1 миллион 200 мың евро. Ал Қазақстандағы ең қымбат футболшы 2014 жылғы Қазақстан премьер-лигасының ең үздік футболшысы және 2016-2017 жылдардағы Қазақстан суперкубогының финалисті, Қазақстан ұлттық құрамасының және Қайрат футбол клубының жартылай қорғаушысы әрі капитаны Бауыржан Исламхан, құны 1 миллион 800 мың евро. Достар, назарларыңызға рахмет. Егерде сіздерге видео ұнаса, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің басқан лайктарыңыз біздің арнамыздың дамуына көп әсерін тигізеді. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.